Армысыздар, ұлттық арнада айту оңай. Қазақ болған іске болаттай берік бол деп жатады. Біз қиындықтарда, сынақтарда болаттай берік болып қана қоймай, тағдырды өз қалауына бағындырып жүрген жандар жайлы жиі айтамыз. Бүгінгі кейіпкерлеріміз өмірдің бейне бой ұрмай, өздерінше билеп жүрген жандар. Алғашқы кейіпкерлеріміз жайлы сюжет көрейік, экранға зер салыңыздар. Көрген жанның көңілінен шығатын, жүрегін тебірентетін қоларба бие. Бұл би 1960 жылы Ұлыбританияда пайда болған. 1998 жылдан бастап паралимпиадалық ойындар қатарына кірді. Бүгінгі таңда паралимпиадаға 50-ге жуық елден спортшылар қатысады. Соның бірі Қазақстан. Еліміздің қоларба биінен паралимпиадаға кіруіне себепкер болған Дүйсенғали Оспанов пен Аруна Рахметулла қызы. Дүйсенғали мен Аруна 20 жылдан бері бір шаңырақ астында тұрады. Бұл жұптың тағдыры көзқарасы басқаларға ұқсамайды. Қос ғашықтың бірін-бірі кездестіру де өзгеше. Басқалар секілді би кешінде саябақта емес, ауруханада танысқан. Ол кезде екеуі де жас, бірақ қатал тағдыр оларды жас деп аяған жоқ. Жүріп тұру мүмкіндігінен де ерте айырылыпты. 6 жасымнан бастап осы кісілер тәрбие беріп, осы кісілердің арқасында мен көп өмірде көп нәрселерді үйрендім. Көп өмірге көзқарас басқаша болып, уже осы кісілер үлгі болып жүр маған. Қуантатыны Дүйсенғали да Аруна да мүгедекпін деп мұңаймайды, өмірді сүйет, еңбек еткенді ұнатады. Арбаға таңылғанмен жұрт секілді жұмыс істейді. Аруна қоларба биімен айналысса, жұбайы Дүйсенғали осындай биден жарысты ұйымдастырады. Дүйсекең мен Аруна ханым сонау Қостанайдан айтуға оңайға арнайы келіп отыр. Қарсы алайық, шақырайық. Келіңіз, түрлетіңіз. Сәлематсыз. Қанша болды билеп жүргендеріңізге? Бүгінгі таңда билеп жүргендей осы 2007 жылдан бастап өзіміздің орталықта Қостанайда сонда ғана бастаған боламыз. Басында облыс ғана, қаланың көлемінде ғана. Одан кейін мына 2009 жылы бізде мәдениет министрлігінің соның жобасын ұтып алып, біздің Қазақстан бойынша фестиваль өткіздік, Арбадағы би. Сол Арбадағы биді біз соған өзіміздің бүкіл осы республикамыздың 6 облысынан осы бишілер қатысты соған. Сонда ең бірінші мақсатымыз біздің мынау осындай жандардың, мынау арбада отырған кісілердің, солардың бүгінгі таңдағы мынау өнер санасында әсіресе биге, арбадағы биді соны дамыту болды. Мына бұл бидің енді айтып жатырмыз, шетелде пайда болды, Ұлыбритания дей ма? Иә, содан кейін бізге келгеніне соңғы бір 5-6 жылдың көлемі, иә? Қостанай мен Ақтөбе ерекше осы бастаған алғашқылардың бірі болып бастаған сіздерсіздер, солай ғой алып келген. Сіздер қайдан білдіңіздер? Сіздер қалай осыған ынтық болдыңыздар? Мына бүгінгі таңда мысалы әлемде, дүние жүзінде осы арбадағы бидің әртүрлі жарыстар өтіп жатады. Соны естідік, соны білдік. Одан кейін бүгінгі таңда мысалға өзіміздің Ресейде бұл арбадағы би ерекше дамыды. Осы бізден бұрын. Бізден бұрын дамыды. Сосын біз мынау жаңағы Украинада, Ресейде, Беларусияда осы дамығаннан кейін соны көрдік. Біз өзіміз жаңағы Қырымға баратымыз, Қырым санатып. Украинаға сонда барғанда көрдік мына бишілердің жаңағы осындай биді. Содан кейін бар осы биді біздің өзіміздің осы Қазақстанға. Ең алғаш өздеріңіз билеп көрдіңіздер ме? Қалай болды? Ең алғаш кім бастады? Ең алғашқыда біз жаңа айтып отырмыз, Қостанайда біз 3-4 жұп, сосын Ақтөбеде бір 2 жұп болды. Солар ғана бір-бірімізбен жай би. Сіз билеп көрдіңіз бе өзіңіз? Сіз де билейсіз бе? Жоқ, мен билемеймін, Аруна билейді, мен жай көре. Аруна ханым, негізі билерге біз қыздар келіншектер құмар.
меніңше бұл сіздің қалауыңыз болған сияқты. Содан кейін сіз отағасын айтқан сияқтысыз, мен билегім келеді деп. Бұл кісі сосын жарайды деп соны зерттей бастаған сияқты. Солай ма? Иә, солай, бірақ мен биді жүрген кезде де өте қалайтынымды жақсы көретін. Содан кейін енді осы арбаға отырғаннан кейін 17 жасымда. 17 жасыңызда? 17 неден? жасымда травма, мен омыртқадан құладым. Содан кейін мен ойлағам, енді осындай арбаға отырғаннан кейін, ол би деген, ол бізге арналған нәрсе емес деп кезінде. Сосын енді біз қазір интернет ретінде, теледидар ретінде, басқа мемлекет, басқа Ресей, Белоруссия, Украина, бүкіл Ұлыбритания, бүкіл жерде сол биді көріп жүреміз, естіп жүреміз. Сондықтан біз ойладық, біздің қай жеріміз кем, бізде де бишілері, биді жақсы көретін адамдар өте көп. Сондықтан осы би бізде де болса екен деп, біз сондай армандап, 2007 жылы біз кубок, әкімдік кубок өткізеді. Сонда біз билеп көрдік. Енді ол билер жай, енді айтады ғой, сол біздің Қостанай қаласында ғана күнделікті, иә. Ал енді біздің Қазақстан ретінде біз сол проект жазып, осындай танцующий коляски дейді, мәдениет және ақпарат министрлік, иә, сол мемлекеттік тапсырма бойынша біз осы проектті жазып жібердік. Сол проектті ұтып алдық, қолдады. Содан жарыстар басталды. Сонда бірінші рет бастады. Ең алғаш жарысқа шыққаныңыз есіңізде ме? Есімде. Есіңізде ме? Қалай болды? Біз енді ұйымдастырушы болдық. Ол кезде 6 қаладан бишілер келді. Сол фестивальда біз көрдік, енді бізге келген көрермендер көздері қандай, кірген бетте қандай болды, шығып бара жатқан кезде қандай болғанын көріп, біз ойладық, біз дұрыс жолда, біз осы биді көркейтіп, енді дамытып жіберіп. Сондықтан біз фестиваль өткеннен кейін хат жаздық спорт министрлігіне, паралимпиялық комитетке осындай сұрақпен осы паралимпиадалық ойындарға қатыстырып, сол реестрге кіргізу үшін. Оған кіргізбей тұрғанда, ол биді біз ешқандай басқа шетелге шыға алмайтын едік. Біздің Қазақстан деп айтып, біздің бишілер шыға алмас еді. Сондықтан біз сол хатты жазып, бүкіл бейне арна, сосын бүкіл сурет, бүкіл сол фестиваль нелерін салып, хатты жазып. Паралимпиадалық комитетке жазыңыздар ма? Жаздық, иә. Содан? Содан кейін жауап келді. Содан кейін осы би ретін енді Қазақстанда паралимпийский реестрға кіргізілді. Енді қазір біздің бишілеріміз Астанадан, басқа қалалардан бүкіл әлемге уже шығып, сол биге қатысып жүр. Кубок континентов, Кубок мира, биыл енді Инчхон азиялық ойындарға қатысты. Күміс алып келді. Біздің енді өзі мына би, арбадағы би, азғантай уақыттың ішінде тез дамыды. Оның дамудың себебі мына жоғарғы нәтижеге, сонда қолға жетудің өзі біздің жаттықтырушыларға байланысты. Мен айта кетсем, осы жерде отыр мына Әлия Түсіпбекова. Сол кісінің еңбегі деп айтсам, мына біздің дүниежүзілік неге әлемге шығу, сол кісінің еңбегі, шын айтқанда. Ол кісілер осындай өзі жаңа арбадағы биді көтеріп, соны өздерінің қолдарына алып, соны дамытпаса біздің. Біз сол бір ортада ғана қалып қоятын едік. Қазақстанның осы кісілер көмектесті, иә? Әлия Республикалық қазіргі заманғы спорттық би федерациясының президенті, хореограф. Әлекеңе сөз берместен бұрын мен бірінші Әлия ағаға сөз бергім келіп тұр. Қазақстан мүгедектер қоғамдар одағының төрағасы. Аға, мүмкіндігі шектеулі жандардың барлық мұқтажын көтеріп жүрсіз, иә? Олардың өнерлілерін, білімділерін, ақылдыларын, қолынан іс келетіндерін көрсетіп жүрсіз. Мына бишілер қашан басталды, қашан қолға алдыңыздар? Кім бастады, кімнің несі бар енді, мен енді басқа адамдардың несін енді алғым келмейді. Кішкене болса да бізді атсалыстық, мен жаңа тарихын айттық, қалай басталды. Негізінде мен тек қана болса
осыны қолдап, осыны біз қоғамға енгізген мағынасын айтайын деп отырмын. Бұл арнаулы сол реабилитациялық түрдің біреуі. Мысалы, бұл осы керек нәрсе. Өйткені адам көріп, мысалы, алайық мүгедек болдым мен. Өмір тоқтап қалғандай болады. Енді жаңа осындай бізде әрекеттер, осындай үйретіп, осындай көріп отырсақ насихат ретінде. Адам кішкене айтады, мен де сондаймын ғой. Ештемесі жоқ, мен жолдасымен билей беремін деп. Сондықтан біріншіден өте сізге рахмет айтам осы мәселені көтергеніңізге. Реабилитациялық бір іс-шара ретінде біз бүкіл қоғамға бізге насихат беріп отырмыз. Арбамен отырып та билеуге болады екен ғой деп. Енді ел басқаруды болады, шет мемлекеттерде бар. Мысалы, білесіз, Англияда министр внутренних дел болған, көз көрмейтін. Сондықтан мына осы біздің осы қоларбамен биге айланып жүргендер, бұлар мен ойлаймын үлкен жұмыс істеп отыр. Елге жаңадан жаңа мұқтаждығы ерекше болған адамдарға көрсетіп отыр. Міне, сендер мұңаймаңдар, сендер өмір тоқтап қалды деп ойнамаңдар. Осындай ел қатарлы сіздерде бұрын тұрып билесеңдер, қазір арбамен де болады деп. Сондықтан мен ойлаймын осы мәселе біздің қоғамымызды дамып келетір, ол жақсы жетістіктеріміз бар, іске сәтті. Рахмет. Арбадағы биді жалғыз билейтіндер бар ма? Бар. Жалғыз билеуге болады. Сосын көбіне жүкпен биленеді. Жүкпен билеуге әрине сіздер ағам тілмен айтқанша ештеңеге мұқтажы жоқ адамдар мен болмаса билей алмайсыздар, солай ғой? Сол мына федерация кейін құрылды ма, бұл кісілер өздері шықты ма, қалай болды? Ең бірінші арбадағы би дамыса, бірінші пайда болды. Федерацияның соның өздерінің ішінде осы арбадағы бимен соны дамытуға, олардың да өздерінің устав жобасында өздерінде аяқ қол сау бишілерді қайдан таптыңыздар? Осы федерация арқылы табылады. Сіздер қалай келдіңіздер? Мен Жарымжан жандардың биін Германияда кездейсоқ көрдім. Олардың керемет билегені соншалық, дені сау адамдардан ешбір кем қимылдаған жоқ. Өте әсерлі болды. Қазақстанға келісімен көптеген адамдармен кездестім. Солардың қатарында Аруна мен Дүйсенғалилар да бар еді. Осыдан кейін спорт туризм федерациясының құрамынан әлеуметтік бағдарлама ретінде қоларба биі бөлімін ашуды ойладым. 2009 жылы Астана, Тараз қалаларында осындай бөлімшелер ашылды. Қазақстанның паралимпиадалық комитетінің қолдауымен спорттық би ретінде тізімге тіркелді. Кәсіби биге арналған қоларбалар бөлек, билегенге ыңғайлы, жеңіл болып жасалады. Билейтін адамдардың саны қанша? У нас танцуют регионов 6. Еліміздің 6 облысында осындай бимен айналысатындар бар. Елімізде өткен Астана Open турниріне 26 биші қатысты. Принимал участие 26 участников. Қанша билетте, сенді жаңа ол профессионалдық деңгейде ғой. Жалпы қазір бұл өте қуанышты нәрсе. Сіз мына қоғамдық бірлестіктердің бір жиынына барсаңыз, бәрі билеп жүр. Бәрі билеп жүр дейсіз бе? Бәрі билеп жүр, іштеме жоқ. Керек болса мен жақында жасырып біз 25-тік нетіп суретке түсіріп апты, мен де билеп. Сіз де билеп едіңіз? Бір рез өмірімде нетіп суретке түскен. Сондықтан жалпы бұл жаңағы біздің арнайы ерекше мұқтаждығы бар адамдардың сана-сезім түсінігі, мен де сондай азаматпын, ешқандай кемістігім жоқ деген нәрсе. Менің де билеуге толық құқым бар. Мына сіздің бағдарламаңыз одан сайын көбейеді деп мен ойлаймын. Бәрі биледі. Ал жаңағы айтып отқан 26-тан көп. Тек қана бұл ана үлкен жүлдеге уже іліккендердің іші ғой енді. Одан көп. Мен ойлаймын осы бағдарламадағы одан да көбейеді. Рахмет. Денсаулықтың жақсы болу үшін еңбек ету керек. Сонда ғана денсаулығы мықты болады. Әрине білімге күш салу керек. Биыл қазақ хандығының 550 жылдығын үлкен шара ретінде атап өту қолға алынып отыр. Осыншама дүние жүзінде 9-шы орынды неліктен, қандай күшпен біз ұстап отырғанымызда осындай мемлекетті. Бүгінгі күні қалай біз осыған жеттік? Осы мәселелерді көтеру үшін әрине тарихты терең оқуымыз керек. Сіз не дейсіз? Бүгін Әзізқақ театр актері Нұржан Тұтмағамыз. ертең
Бұл деген керемет театр өнерінің мұқтары өзімдің қосқан үлесі бар. Мінекей. Қойған ол емес. Мені қойған ел. Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев. Мәулен мені тапқанша сіздер оны ұстайтын шығарсыз деген ойым бар. Сен түк те түсінбейсің. Мен де түсінбейді? Ол менің басынан өткен оқиға, мен содан кейін айтып отырмын саған. Егер сен басшы болып қайта оралсаң, мен сенің орынбасарың көрем. Саған онымен төбелесуге болмайды. Ол өте мықты жігіт, білесің бе? Мәди туралы осындай сөздер айтуға қалай аузың барады? Мүмкін. Осы жерден тоқтатамыз ғой. Әлішер. Бүгін Қара шаңырақ телехикаясында. Азияда да біздің қазақстандар 2 күміс, 1 қола жүлде жеңіп алды. Біздің келесі кейіпкеріміз сонда бапкер болып барды. Оның алдында ол әлем чемпионатында қола жүлде жеңіп алған болатын. Факия Шикова. Қазір бапкер болып жүр. Қарсы алыңыздар. Біздікілер қалай өнер көрсетті? Наши спортсмены выступали. Біздің спортшылар еуропалық, латын америкалық бағдарламалар бойынша қатысты. Жамбыл облысынан Марат Қарағұлов өнер көрсетті. Өкінішке орай бүгін серігі келе алмай қалды. Не смогла сегодня. Маратты алып бардыңыздар ма? Марат 6-шы орын алды дейді ғой. Марат 6-шы орын алды. Марат микрофон алды. 6-шы орын алдың ба сен сонда? Сен кіммен биледің? Сен Наргиз ғой деймін? Наргиза, иә. Наргиза. Қалай биді бастадыңдар? Оның алдында мен өзім спортивный бальмен билегем. Иә, содан? Содан кейін Факиямен кездестікті, ол айтады, давай осындай бір. Содан бастадық, уже қанша международный турнирға барып, Қытайға, Сербияға қатысып. И соңғыда былтыр Азияда. 6-шы орын? Иә, финалда. Мынаны қарашы, енді сен құлатып алам деп қорықпайсың ба? Қиындығы жоқ па ондай? Болады ғой ондай, бірақ уже үйретеді. Бізде федерациямыз семинар өткізеді, Алия Астанада өткізген. Сіз өзіңіз кезінде жарысқа қатыстыңыз ғой? Бұрын өзімде қатысқам. Әлем чемпионатынан 3-ші орын алдыңыз ба? На чемпионате мира. Әлия Түспекованың басшылығымен Жапония елінің Токио қаласында өткен әлем чемпионатына бірге барып қайттық. Ездили на этот чемпионат. Нұртас аға, Әлияға мойындап қойды бір рет билеген. Сіз ше? Мен де санаторийға барғанда билеп қоямын кейде. Онда да енді қыздар жаңағы жігіттер қоймайды кейде. Сонда ұялып бір не бар, адам бойында бір комплекс болады да, былай айтқанда, ұялшақтық болады. Кейде тойларға барғанда да шетте отырасың, билегің келеді, бірақ енді жұрт қалай қарайды деп ұялып отырасың ғой. Мен енді жаңағыдай осы Дүйсенқанмен кімге қарап қызығып отырмын да, Арунаға. Бұлармен баяда осы 90-шы жылдардан бері білем. Қарағандыда больницада бірге емделгенбіз, жатып сонда дос болғанбыз. Сол олғайда күліп жүреді өздері. Күліп, сонда осы барлық жерде осы жаңағыдай отырған жерін қыздырып, сөйтіп неғып отырады да. Сонан кейін енді мынау тәуелсіздіктің арқасы деп ойлаймын осы біздің осындай мүмкіндігіміздің ашылып жатқаны да. Кезінде Совет одағы кезінде бәрімізді бір квартираға тығып қоятын, жаңағыдай больницаларға, көшеде көп жүрмейтін. Осындай неде. Совет одағында жоқ. Иә, Совет одағы кезінде, иә, бізде инвалидтер жоқ деген сондай оларда бізде жұрттың бәрі сау адам сияқты болып көрінетін да ол кезде. Жасыратын, шынын айтқанда. Қазір енді барлық жерде жолдар ашылып жатыр, осы жаңа жолдар жасалып нелерге, концерттерге барады инвалидтер. Сосын жаңа мен қызығып отқаным, мына кім жаңа Арун айтып қалды, мен бұрын жүрген кезде де бишедім деп. Енді міне қазір сол есін биді жақсы көреді екен. Соны енді қазір өз бойындағы сол қабілетті дамытып жатыр да. Одан артық адамға не жоқ, бақыт жоқ та, шынында. Демек, бұлар өзі ғана билемей, жұртқа қазір қуаныш сыйлап жүр. Жұртқа, басқаларға да. Сондықтан ойлаймын, бұл өте керек нәрсе. Біздің еліміздің намысын қорғап жатыр дейді қазір мысалға. Бұл да бір біздердің осындай арбада отырғандар жандардың қоғамның бір мүшесі екенін өздерінің дәлелдеп отыр да. Қоғам тек қана бұрын қоғамға масыл болып отырмай, қоғамға бір қызмет етіп жатыр қолдарынан келгенше. Көрдіңіз ба?
бұл деген өте керек нәрсе. Сондықтан мен ойлаймын, біздің Қазақстанда барлық жағынан танып жатыр ғой. Енді спорттан болсын, басқа мәдениеттен болсын. Енді біздің де осы неден жаңа жетістіктерге жетіп жатыр екенбіз, осындай биден арбада отырған. Әлем чемпионатынан қола жүлде. Бұл да біздің еліміздің танылуына, еліміздің беделінің артуына көмектесіп отыр, шын айтқанда. Сондықтан мен ойлаймын, бұл істі өте қолдау керек деп ойлаймын. Мүмкін сізде аға биді кәсіби түрде үйреніп, әлекеңдер үйретеді. Сізде мүмкін бір жарысқа барып көрерсіз. Жастан шектеу жоқ па? Жастан? Жастан шектеу жоқ. Мен ақын болдым, енді одан сіз сазгер болдыңыз. Сіз жазушы болдыңыз. Өткені маған кешімде ән айт деп маған достарым. Сен даусың бар ғой, ән айт деп мені әнші болдыңыз. Енді әнші болып кетсем тағы да болмайды. Соның өзім енді биші боласыз. Енді биші болып кетсем маған жұрт күлмей ма? Жоқ, күлетіндігі де жоқ. Сондықтан мен мынандай қарындастарым, інілерім бар болса, солар жетеді. Соларға қолдау көрсетіп, осындай қуанып жүрсек жетеді деп ойлаймын. Бір адамның басына барлық нәрсені бере бермейді ғой. Әрқайсысы адамның өзінің Құдай Алла сыйлаған қабілеті болады. Сондықтан Арон аға мінекей сондай бидің пластикалық сыйлаған екен. Неге оны көрсетпеске халық жұртқа да? Әрине. Сондықтан мен ойлаймын, бұл қолдайтын нәрсе. Жақсы, рахмет. Болат аға, тойларда билеп тұрасыз ғой, анда-санда болса да. Мысалға, Аруна ханым келіп қалды дейік, бір тойға келген кезде. Биге шақырар ма едіңіз ортаға? Әрине, бұл жалпы менің түсінігімде бұл кісілерсіз қазақ қоғамын елестету мүмкін емес. Мысалы айталық, мына Нұртас бауырымызды ақын ретінде қазақ поэзиясын елестету мүмкін емес. Сіз сұраққа жауап бермедіңіз ғой, айтыңыз, адамдарда мынандай комплекс бар аға. Адамдарда комплекс бар. Шындары біз бұлай қараймыз. Мүмкіндігі шекті деп қараймыз да, сосын біз билеге тұрмақ, біз ойлаймыз, біз шошимыз, ойбай, мынау қалай билейді. Билеп жүрген күннің өзінде айтамыз, мынаған не жоқ деп өйтіп айтамыз. Көрдіңіз, адамдарда қандай көз қарас? Жоқ, енді мен өзім жалпы билеп көрген емеспін, бірақ енді бұлай әлгі неге билемеске? Өте билеуге болады, және бұл кісілердің жаңағы телевизиядан көргеніміз бүкіл әлемде осыны биде көртіп жатқаны бұл кісілер жай біз сияқты адамдардан артық билемесе кем билемейді. Және бұл ерекше бір былай қарағанда бір қызық көрініп, сондай бір қызығушылық танытар еді. Мысалы, егер ондай кісілермен бір отырыста отырып қалсақ, бір тойда болып қалсақ, сол билейтін мүмкіндік болып қалса. Сондықтан менің айтайын дегенім, жалпы осындай адамдарсыз біздің қазақ мемлекетін, қазақ қоғамын елестету мүмкін емес. Мысалы, мына қазақ поэзиясында осы Нұртас бауырымызсыз, оның өлеңдерінсіз қазақ поэзиясын елестету мүмкін емес. Мен өзім осы кісінің шығармашылық кешінде сан рет өлеңдерін оқыдым, былай да оқып тұрам. Олар мүгедек емес, жалпы рухани мүгедек адамдар бар біздің ортамызда. Яғни болмайтын нәрсеге сынып кететін, ала жіп таттайтын, болмайтын нәрсеге өзін өзі қол салып, сондай бір төмен болатын адамдарды, наоборот, біз мүгедек деуіміз керек. Ал бұл кісілер өмірге деген құлшынысы, рухани биіктігі, рухани байлығы, рухани асқақтығы, бұл кісілердің өмірге деген құлшынысы жай мынау адамдарға ерекше үлгі болу керек. Мысалы, біздің театр өнерінде, кино өнерінде алатын болсақ, мысалы, қазақ кино өнерінде Кененбай Қожабеков деген Қазақстанның халық әртісі болды. Ол кісі де сол жас кезінде, мысалы, сонда ер жүректі батыл адам болған. Өзі барлық трюктарды өзі жасаған. 3-ші этаждан аттың үстіне секіріп міну, болмаса жабай қасқырмен өзі алысу сияқты, болмаса таудан сондай мұздай суға секіру сияқты трюктардың бәрін өзі жасаған ол кісі. Бірақ кейін бір осы көшедегі бір адамды қорғаймын деп, түннің бір уақытында бір еркелермен, бір былайша айтқанда қарақшылардың ортасында қалып, жаңағындай мүгедек арбаға таңылған. Ал енді сол кісі мүгедек арбаға таңылған кезде еш уақытта өзінің қолын түсіріп, болмаса өмірге, болмаса жоғары жаққа, тәңірге лағнет айтқан адам емес. Сол рухымен, сол талантымен ол кісі қаншама қазақ киносында алтын жауһарларында, мысалы, үлкен образдар жасады. Тіпті мынау қырғыз фильмнің ең мықты деген режиссер ол кісіге арнап жаңа фильм жазды, Қасқырдың апаны деген. Ал енді сол фильмнің ең аяғында бір эпизод бар.
Сонда ана кісі өзінің образы бойынша өзінің әбден жаңағы әшкере болады, өзінің кім екені әшкере болады. Сол кезде ана кісі өзін ең сол апогейіне жеткен кезде өзін өзі лақтырады таудан. Сонда ол кісі өз жасаған трюкті арбада отырып, соны биік таудан құздан өзін жерге қарай лақтырады да, сонда жаңа камерадан оператор түсірген, сонда өзі құлап жатыр, үстіне арба құлайды, арбамен бірге айналады, қайтадан басымен құлайды. Сөйтіп жаңағы өнерге деген жанкештілігі, өмірге деген құлшынысы. Сондықтан бұндай кісілердің алдында бөркімізбен бас иіп, керісінше бұл кісілерден біз үлгі-өнеге алуымыз керек. Осындай адамдарсыз біздің мемлекетте қазақ өнерін, жалпы қазақ қоғамын елестету мүмкін емес. Яғни бұл биді дамыту керек. Міндетті түрде. Қолдау керек жерде. Бұл жай адамдардың ерекше бір көзқарасы, мемлекеттің көзқарасы. Бұл кісілердің жүріп тұруына, үйлерде тұруына, көлік айдауына, болмаса жаңа этаждарға көтерілетін жағдайлар, бір қоғамдық орындарға баратын кездегі арнайы нәрсе міндетті түрде бірге болу керек. Сондықтан бұл кісілерге жай адамдардың ерекше бір түсіністігі, көзқарасы. Мен жақында бір баспасөз бетінен оқыдым, бір жігіт өмірден әбден түңіліп, енді өмірде маған бұл өмірді сүруден басқа ештеңе қалмады. Мен бұл өмірден баз кештім деп бас салбырап қоғамдық көлікке мінген кезде қарсы алдында отырған осындай арбаға таңылған адамды көреді. Бір керемет бір әдемі қызды көреді біздің Аруна сияқты. Сонда ана қыз сол өзінің жаңағы арбаға таңылғанына қарамастан өмірге деген құлшынысы, бет жүзіндегі, көз жанарындағы ерекше бір нені көріп, жаңағы жігіт өзінің ойынан айнып, соны баспасөз бетінде жатады. Сондықтан осы кісілердің осындай жанкешті еңбектері, таланттары, осы жасап жатқан дүниелері кейінгі адамдарға үлгі-өнеге болу керек деп ойлаймын. Рахмет. Жастардың айтары бар ғой деймін. Жалпы бұл кісілердің өнерлеріне өте қатты тәнті болдым. Бұндай өмірдің қиын сәттеріне мойынсынбай, осындай мың бұралып қоларбада билеу бұл кісілердің үлкен жоғары деңгейдегі өнері деп ойлаймын. Сіздерді айтарым, тек осындай өнерлеріңізбен Қазақстан еліміздің атын әлемге паш етсеңіздер. Рахмет. Жаңа айттыңыз, басқа бір жерде жүргенде ел қалай қарайды деп. Мен қазір Алияға қарап отырып есіме түсті. Біз алдыңғы жылы, Алия, сонысы Дина деген бар, мен тағы бір ресторанда отырдық демалып. Сон би кезінде жаңағы кімде шықты, тағы екеуі шықты, мен енді ұялдым. Бұл би дегеннің өзі жаңа айтып жатырмыз, өнер деп жатырмыз. Бидің бір ақла әрбір адамға беретін өзінің бір мағыналы. Әрбір бидің, әрбір өзі бидің бір тойда би болады. Тойдағы би ол ерекше би, оның өзі бөлек бір өзі тойдың сәніне қарай. Енді мына сахнаға шығып, ортаға шығып билеу. Бұл бидің ерекше өзінің бір бағасы болады. Жаңа биді көрсете білу. Бидің сол өнер екенін, соны жеткізе беру. Ол биден тек қана бір көз ғана көріп отқан жоқ. Ішкі жан дүниеге сол би арқылы жан дүниеге. Сол адам баласына, адамға деген жаңа ішкі ұрылысқа дүниеге, соны бір рухани, бір мен азық болады деп ойлаймын. Өйткені жаңа айтып жатыр Болат ағам, жаңа бір биді көріп, кейбір кісілер өзінің түңіліп, осы өмірден, осы ой бізді істемеді. Анау арбадағы биді көріп, неге мен анау кісілер, осындай қыздар, жігіттер билеп жатқан, мен неге сондай бір шара жасамасқа, мен неге өмірден талпынам, мен неге сондай бір жағдайда мен билемесем де, сол бидің төңірегінде бір іс-шара жасауға. Соған мен айтарым, бүгінгі таңда бұның бір ерекше маңызы бар, ерекше бір рухани тәлім беретін сондай бір бидің өнері деп. Жаңа біз айтып жатырмыз, қолдау керек. Бидің, мына би, арбадағы би, осы мына спорттың қай бидің түрі болсын, өте жоғарға бір қаражат, болмаса сондай бір керек, сондай қаражат жұмсайтын сондай би. Өйткені ол бидің, біз айтсақ, мысалға арбаның өзі, арбаның, ол өте қымбат бағалы. Шамамен қанша тұрады? Жеңіл дегенде. 530 тысяч. 530 мың теңгедей, иә? Иә. Соның ең төменгісі, оның жоғарысы бар тағы. Одан көйлек, болмаса жігіттердің киетін киімі, оның бәрі түгел. Сондықтан мен айта кетсем, бүгінгі таңда біздің мына қоғам болып, жаңағыдай әрбір жаңа қоғамда
жоғары жақта мына спорт, басқа да түрден сол кісілердің сол қолдауы болса, біздің мынау арбадағы би өзімізде ары қарай дами береді деп ойлаймыз. Әлеке, естідіңіз бе, көрдіңіз бе? Бұл мен ойлағам, шынында да кез келген арбамен болмайды ғой билеуге. Арбаның өзі қымбат екен. Жергілікті жерде мен ойлаймын, қазір көптеген адамдар отыр, жаңа мұқтаж адамдар, ерекше мұқтаждығы бар адамдар. Олар көретте, олар да билегісі келеді, бірақ жаңа қиындықтар алдынан шығады да, өйткені арнайы арба керек. Қарапайым арбамен билеуге бола ма, болмай ма? Бұлай болады, бастамада жай. Бастамада үйренуге болады. Ал бірақ үлкен сахнаға шығам десе, жарысқа қатысам десе, арнайы арба керек. Арнайы арба. Біраз қиындықтар туады екен бұл биді дамытуға. Жай арба ауыр болады, икемсіз болады. Ал анау жеңіл арба болса, ол өзің адамның денесімен бірге неғып кетеді да, бірге қозғалады. Бірге қозғалады. Сондай мүмкіндіктер болады. Бірақ қандай қиындық болмасын, үмітті үзбеу керек, тырысу керек, ұмтылу керек, шығу керек, әртүрлі спорт басқармаларына бару керек, қоғамдық ұйымдармен жұмыс істеу керек, би федерацияларымен қарым-қатынас орнату керек. Сонда сіздер секілді әдемі көйлек киіп, жеңіл арба мініп, билеуге болады. Солай ма? Сізге қояр сұрағым, осы бимен қанша жасыңыздан бастап байланыстыңыз? Мен енді айтып кетуім керек, мен тек қана бимен ғана арналаспаймын, мен биді жақсы көремін, бірақ мен университетте жұмыс істеймін, қоғам ретінде де жұмыс істеймін, мен таңертең кетем, кешке келем, күнделікте мен басқа жұмыстарым бар. Өзім заңгермін, бірақ енді осы биді мен ойлаймын, осы қоғамда біздің қоғам енді өзгеріп, көзқарастар өзгеріп жатыр, осындай мүмкіндіктер шектелген жандарға. Осы би ретінде бұл адамдар енді өз іштегі нелерін ашып, кішкене тек қана өздеріне ғана пайда емес, ана қоғамды да өзгертеді. Ол қоғам енді қаншама жыл бойы айтып отырсыз, мінекей үйлерінен шықпай, ондай адамдар жоқ сияқты көрінді ғой, біздің қоғамда. Енді қазір біздің мемлекетіміз дамығаннан кейін, біздің осындай адамдар өнерге де, спортқа да бүкіл неге өз еңбектерін салып, осы қоғамды, осы сіздер сияқты біз енді кездеспеген адамдарға, осындай адамдар бар біздің арасымызда. Ол адамдар осы өмірде талпыныстары, олар да күнделікте жұмыс істейді, бала өсіреді, қоғамда өздерінің еңбектерін сіңдіреді. Сондықтан біз енді осы би, тек қана би ғанамен арналаспаймыз, енді көп жұмыстармен арналасамыз. Бірақ биді дамыту керек. Ол енді бірінші рет шыққан кезде, анау международный паркетте, ана жерде кім екенін өте нетпейді. Ол жерде Қазақстан бишілер деген кезде ол өте осындай мақтаныш сезім бе? Мақтаныш сезім. Сондықтан мен ойлаймын, осы би жағынан көбірек көзқарас болу керек. Осы биді дамытып, осы бишілерді, жастарды көбірек қатыстырып, осындай бишілерді аттарын ашып, осы бүкіл әлемге, бүкіл жерге белгілі, осындай танымалы болады деп ойлаймын. Жарыс өз алдына. Сонымен бірге көп адамдардың жай ғана билесе, көңіл күйлері көтеріледі. Бір өмірлерінде бір кішкене болса да мән пайда болады. Бірақ осы хабарды қазір мыңдаған адам көріп отыр. Олар көбіне диванда отырып, телевизорға қарап, сол арбамен үйдің ішінде ғана ары-бері қозғалып жүрулері мүмкін. Соларда қазір сұрақ туып отыр да, қалай бастаймын деген, не істеймін деген, кіммен байланысам деген. Оларға не айтар едіңіздер? Енді айта кететін болсақ, бүгінгі таңда әрбір қалада, әрбір өзі қалада біздің федерациялар бар, биден. Кәдімгі федерация. Сол федерациялар арқылы, сосын ең бірінші осындай жағдайға түскен кезде қоғамдық бірлестік бар. Бүкіл қалада, бүкіл ауданда. Хабарласу керек. Қоғамдық бірлестікке шығып, қоғамдық бірлестік, жаңа біздің айттым ғой, федерация, би федерация. Солар арқылы шығуға болады.
қай жерде де бүкіл Қазақстан бойынша бүкіл жерде бар. Барлық жерде бар. Барлық жерде. Федерация филиалдарын ашып тастадыңыздар. Бар. Дұрыс. Біздің қоғамның осы мүмкіндігі шектеулі жандарға деген көзқарасы өзгеру керек та. Бұл қалыпты жағдайда қабылдау керек. Бұлардың мысалға алдында тұрған кез келген жаңағыдай мүмкіндік жаңағы кедергілердің бәрін жеңілдетуге, жаңағыдай арбаны айтып жатырмыз. Арбаларды сондай қолжетімді қылса, осы қазір мысалға үйде отырған адам бимен айналысам десе, оның алдында біріншіден арба мәселесі тұрады. Арбаны қайдан алам? Сондай. Деп солай ғой. Сонда соларды жағдай жасаса, содан кейін және осындай кісілерді көбірек жаңағыдай, енді бұл жаңағыдай федерациялардың жұмысы ғой әрине, көбірек тартса, әйтпесе аз ғана спортшымен әлемнің атын шығара алмайсың ғой. Адам көп болса, солардың ішінен жақсы озып шығады біреулер, да? Солай ғой. Сондықтан бұны жалпыға ортақ қылып дамыту керек деп ойлаймын. Сонан кейін бұл жалғыз ғана спорт емес, бұл адамға эстетикалық ләззат беретін нәрсе ғой бұл. Бұл музыканы сияқты бұлда би арқылы көп нәрсені айтуға болады. Сезімді де білдіруге болады, қуанышты да білдіруге болады, жаңағыдай құштарлығында адамның өзін көрсетуге болады. Сол арқылы адамға бір рух сыйлауы мүмкін, да? Рухын көтеруі мүмкін. Сондықтан сосын еліміздің басқа елдердің қатарында дамыған ел екенін көрсетудің бір мүмкіндігі осы. Рахмет. Бағдарлама аяғына келе жатыр, мен артында бір ұсыныс айтайын деп едім. Жаңа байқап отырсыздар, үлкен демесек те біраз қаражат керек. Сондықтан мына біздің кәсіпкерлер, мысалы, осы жаңа әрбір өзінің тұратын жерінде болса, ауыл болсын, қала болсын, осыны біраз біреу екеу табыл қамқорлық қалса. Мен мысалы паралимпиадада болдым Сочиде. Жаңа Ресейдің спортсмен сөйлестім. Керлинг деген жаңа басталған, басқа да. Полторанин, бәрі үлкен бір бизнесмендер 4 жыл бойы соны жаңа қаражатын беріп отырыпты. Қандай нәтиже шықты көрдіңіз? Жаңа паралимпиадада жалпы емес. Сондықтан енді бізде де енді қазір Құдайға шүкір бар ғой жақсы кәсіпкерлер. Солар кішкене түсінігі болып, бір ойланып, мүмкін ішінде арасында табылып қалатын шығар сол қамқорлық қалып. Өйткені шет мемлекетке шығу керек, ол да қаражат. Ауылдық жерде баста үйрену керек, ол да қаражат. Сондықтан мен бір үндеу ретінде айтып отырсам, тыңдағын. Ойланып көріңдер, мен беріңдер деп отқан жоқпын. Ойланып, мүмкін бір ұлттық сана сезімде, мүмкін намыстарың болып, кішкене осы спортқа бір көмек ретінде біреу табылып, мен осыны осы ауылда, осы қалада осыны бір кішкене көмектесейін деген бір шығам екен адамдар. Онда қазір Арунаның биін бірге тамашалайық, бірақ ескерте кететін жайт, Арунаның арбасы, ол арнайы биге арналған арба емес, жай арба. Жай арбамен де біздің Аруна мың бұралып билей алады.
Біз адамдар әртүрліміз. Өмірге деген көзқарасымыз да сондай. Біреулер өмірді күрестейді, күресіп, алысып жүреді. Біреулер өмірді бәйге дейді, жарысып, бірде озып, бірде қалып жүреді. Біреулер өмірді театрға балап, сан қырлы рөлді ойнап жүреді. Ал біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз өмірге би көзқараспен қарайды. Сондықтан да шығар, олардың өмірі сәнге, қуанышқа, шаттыққа толы. Айтуға оңай, аман сау болыңыздар.